Сарымсақ амиларистер тұқымдасының жуатуысына жататын адамзат кеңінен асқа, медицинада пайдаланатын көкөністің түрі. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймыз. Иммунитетті нығайту үшін тамақ рационы аса маңызды. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы бар? Сарымсақты шикіде жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Қан тамырлардың қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Қан диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегендері дұрыс. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар, қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қан диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасына таптырмас дәрілік табиғи құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 70% алдын алуға болатынын дәлелдеген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет бұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы әсер етеді. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфат, салилцистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуының 30%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқішек ісігі, бауыр, сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Яғни профилактика ретінде пайдаланғандарыңыз дұрыс. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиардтан астам адам ауырады. Ол ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жол екендігін барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Сарымсақты шикілі жеген жөн. Немесе 200 мл сүтке бір бөлік, яғни бір бас сарымсақты алып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау ұсынылады. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасағаныңыз дұрыс. 1 аптадан кейін ағзаңыз аскаридалардан қалай тазарып қалғанын өзіңіз-ақ байқайтын боласыз. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін, темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазанның ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған дұрыс. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосқаныңыз дұрыс. Ендеше сарымсақ арқылы емделу жолдарын айтайық. Сарымсақ және лимонмен емделу. 4 піскен лимон, 3 бас сарымсақ және 2 литр салқындатылған қайнаған суды алыңыз. Лимондарды сылап, бірден суық суға батырылады. Судан кейін олардың әрқайсысын жартысын кесіп, барлық шырынды ыдысқа сығыңыз. Қалған қабықшалар мен мембраналарды қабығымен, сарымсақпен ет тартқыш арқылы қалдырыңыз. Содан кейін лимон шырынын және суды лимон сарымсақ қоспасына қосып, 4 қабатты дәке бар ыдысты жабыңыз. Және 2 күн бойы тоңазытқышта сақтаңыз.
Осы 2 күннен кейін инфузияны шығарып, күніне таңертең 30 минут бұрын 4-тен 1 стаканын алыңыз. Дәрілері 40 күнге созылады. 14 күн үзіліс жасап, курсы тағы да қайталаңыз. Бұл препарат иммундық жүйені және жүрек қан тамырларын күшейтеді, метаболизмді жақсартып, өміршеңдікті арттырады, уыттар мен токсиндерді ағзадан тазалайды. Жоғарыда айтып өткен сарымсақ пен сүт қабылдау нәтижесінде келесі өзгерістер орын алады. Иммунитетті күшейтіп, қабынуды болдырмайды. Бауырды тазарту және қалыпқа келтіру, холестеринді төмендету. Жоғары холестерин жүрек тамыр жүйесінің бұзылуына әкеліп соқтыратын органдардың жұмысын бұзады. Мазасыздықты жояды, ұйқысыздықты кетіреді, артрит кезінде ауырсынуды азайтады, импотенцияны емдейді. Бұл әдіс тағы неге көмектеседі? Сарымсақ құрамында бар күкірт дененің жалпы детоксикациясына ықпал етеді. Сарымсақ қатты суықтап қалған болсаңыз, сарымсақты ұсақтап турап, үстіне ыстық су құйып, сосын соның буымен дем алу керек. Тіс ауырған кезде сарымсақты қабығынан аршып алып, сонымен тістің қызыл егін сүртіңіз. Сүйел шыққан жағдайда ұсақталған сарымсақты азғандай балмен араластырып алып, әлгі жерге қалыңдап жағып, таңып тастаған дұрыс. Радикулит асқынып кеткен кезде сарымсақ пен қара шабырды үккіштен өткізіп алып, бір-бірімен жақсылап араластырып, белге тартады. Тағы бір әдіс, ұсақталған сарымсақты жұқа дәкеге салып, қашан қыздырғанша белге тартып байлап қояды. Сосын оның артынан май жағып, жүн матамен орап тастайды. Гипертониялық аурулар кезінде қатарынан 2 күн 2-3 түйір сарымсақты ұсақтап турап алып, түнге қарай жейді. Сосын 2 апта үзіліс жасап барып, осы процедураны тағы бірнеше рет қайталайды. Тұмаудың алдын алу үшін, немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін де күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған дұрыс. 10 шақты пиязды бір бас сарымсаққа араластырып турап, сүтке салып жұмсарғанша қайнатыңыз. Оған аз ғана шырын немесе шөптердің қайнатпасын құйып, балды қалауынша қоссаңыз болады. Мұны күшті жөтел кезінде сағат сайын ішуге болады. Қатты тұмауратқанда көп сипаттағы салқын тию белгілері, түшкіру, жөтелу, қызу, көтерілу білінгенде, тамақ ауырғанда, ангина, бұлшық ет пен сіңірлер ауырғанда 1 шай қасық сарымсақ майын және 20-25 тамшы пияз сөлін қайнаған суға араластырып, жылылай 1 стаканнан 4 сағат сайын ішіп отырады. Тұмау, қолқаның қабынуы, өкпеге салқын тигенде 300 грамм сарымсақты ұсақтап шарапқа араластырып, бетін мұқият жауып 30 минут қояды. 200 граммдай қалдығын 1 литр кагор шарабына сүзіп құйып, қоспана 2 апта тұндырып қояды. Сондықтан ойланбастан сарымсақты өздеріңіздің рациондарыңызға қосыңыздар. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.